70-80 жылдары Мәскеуде Кругозор атты ақпаратты сазды журнал шығып тұрды. Оның әрбір санында сол кездегі классикалық және эстрадалық дүниелерді насихаттайтын мынандай жұмсақ пленкалары күйтабақ жабысып жүретін. Кейіннен бұл үрдіс сол кездегі Совет одағында кең қанат жайды. Әлі есімізде осы Кругозор журналынан үлгі алған кейбір пысқайлар қара көздің әндерін осындай жұмсақ пленкаға сүріп табыс көзіне айналдырып алды. Осылайша 70 жылдардың жастардың жүрегіне махаббат мұңының мұңды әлемі жұмсақ пленкамен мәңгілікке енген еді. Адам бір жерде мен туралы ойланама түндерде, өкінеме өзін өзі кінәлап, маған қайтып жолықпасын білгенде. Барма сол жан мен білмеймін жоқ бәлде, жолығуға асығама көктемде, тілдесуге қайран ару қорқама, төмен қарап мен қасынан өткенде. Барма сол жан мен білмеймін жоқ бәлде, жолығуға асығама көктемде, тілдесуге қайран ару қорқама, төмен қарап мен қасынан өткенде. Жаздың күні барқыт еді әдемі, ашық еді бүкіл аспан әлемі, ай сәулесі түсіп тұрды жүзіңе, қабағында сәл көлеңке бар еді. Барма сол жан мен білмеймін жоқ бәлде, жолығуға асығама көктемде, тілдесуге қайран ару қорқама, төмен қарап мен қасынан өткенде. Барма сол жан мен білмеймін жоқ бәлде, жолығуға асығама көктемде, тілдесуге қайран ару қорқама, төмен қарап мен қасынан өткенде. Малып алып қанатын, анда-санда жұлдыз ғана ағатын, ай сәулесі арасынан теректің, екеумізді оңай тауып алатын. Барма сол жан мен білмеймін жоқ бәлде, жолығуға асығама көктемде, тілдесуге қайран ару қорқама, төмен қарап мен қасынан өткенде. Барма сол жан мен білмеймін жоқ бәлде, жолығуға асығама көктемде, тілдесуге қайран ару қорқама, төмен қарап мен қасынан өткенде. Төмен қарап мен қасынан өткенде, төмен қарап мен қасынан өткенде.